Бүгінгі біздің сарапшымыз Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясының форсайт зерттеулерінің қатысушысы, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының техника ғылымдарының докторы, профессор, КСРО-ның еңбек сіңірген өнертапқышы, академик Ясин Мәлікұлы Ұзақов. Біздің президент жанындағы ұлттық академия Қазақстанның осындай форсайт жобасыменен эксперттерден тығыз байланыс жасап, эксперттердің пікірін экранға шығарып отырды. Оған мен де қатыстым. Енді бұл дұрыс бастама. Себебі қазір мамандар өте аз біздің ет және сүт өнеркәсіп технология жағынан. Көбісі жаңадан келген, әлі түсініңкіремейді. Сосын бұрын енді бізде өндірістер істеді ғой. Ет өңдейтін өндіріс, сүт өңдейтін өндіріс. Қазір олар өте аз. Сондықтан салаға осы қандай өзгерістер енгізу керек, жаңа технологияларды ендіру керек, инновациялық технологиялар. Мынау қазір бар ғой, енді ет өнімдерін үнемдеу дейді. Үнемдеу дегеніміз не сонда ол? Ет өнім. Бұл әртүрлі табиғи қоспалар қосу. Мысалы, 100 килограмм ет болатын болса, сол 100 килограмм етқа 5-10% қоспалар қосып, 105-110 килограмм өнім аламыз. Бұл не себепті? Біріншіден, қазір ет өнімдері жетіспейді халыққа. Екіншіден, ет өнімдерінде кейбір керекті адам ағзасына керекті заттар, амин қышқылдары немесе май қышқылдары қанықпаған, май қышқылдары, солар кейбіреуінде жетіспейді. Сондықтан біз етті байытамыз. Ет өнімдерін үнемдеу, экономдау. Сосын немесе ет өнімдерінің сақтау мерзімін ұзарту. Осындай әдістер бар. Сосын ет өнімдерінің шығындарын азайту. Сақтаған кезде кеуіп кетеді, сондай шығындар болады. Сол шығындарды азайту. Осындай талаптар бар. Сол талаптарға байланысты біз қазір жұмыс істеп жатырмыз. Соны қалай біз ол жаңағы жерлерде қиын жерлерін біз қалай шешеміз. Сол үшін ғылыми түрде зерттеп, біздің ғылыми ұсыныстарымыз жасап, өндірістерге соны беріп, сол негізгі енді біздің бәріміздің бақытымыз ет өнімдерін ұлғайту ғой. Ұлғайтуда сол ет өнімдерін өңдеген кездерде біраз шығындар болады. Ол шығын неден пайда болады? Мынау технологиялық режимдерді дұрыс сақтамаудан. Немесе етті мынау температуралары, сақтау температурасы, немесе мынау ет өнімдерін өндіру бағанағы цехтардағы температура 13 градустан аспау керек. Әрі кетсе 15 градус. Ал 15 градустан асса, микроорганизмдер тез дами бастайды. Сонан барады бұзылу пайда болады. Солардың бәрін жібермеу үшін, сосын бағанағы термиялық өңдеуде температураны дұрыс бермесе, сосын оның жаңағы ылғалдандыру, увлажнение дейді. Сол камераның ішінде өзі бәрі автоматтық камера ол. Соны дұрыстап бермесе, одан да шығын болады. Мысалы, жаңағы біз 20 килограмм еттен 20 килограмм дайын тағам алудың орнына ол кездерде 15 килограмм, 14 килограмм. Сондай шығындар болады техникалық режимде сақтамаудың әсерінен. Осының бәрін болдырмау үшін барлық жағдайлар жасаймыз. Ғылыми тұрғыда біз ұсыныстар береміз өндірістерге. Біз мынау технологияны жетілдіру біздің мақсатымыз. Бұрынғы технология бар, қазір енді инновациялық технология дейміз ғой. Ол инновациялық технология деген бірден бәрін өзгертіп істеу емес. Бұрынғы бар технологияны соны жаңарту, жандандыру, соны жақсы қазіргі әдістерді, тәсілдерді қолданып, сосын оның тағамдық қауіпсіздігін ескере отырып, оның тағамдылық құндылығын, биологиялық құндылығын арттыру. Негізгі мақсаттарымыз осы жаңағы. Сосын енді оны бизнес дейтін болсақ, бизнеске енді жібереді ғой, біздің ет өнімдерін өңдеу зауыттары бизнеске жібереді. Бұл жерде де мынандай проблемалар бар. Бизнестегілер, мысалы,
дүкен сөрелері, температура, сосын ылғалдылығы сәйкес келмейді. Сондықтан барады да ана шұжықтарымыз кеуіп кете бастайды. Кеуіп кеткеннен кейін енді ана жердегі сауда саласындағы адамдар олар маман емес қой. Барады да бірден өзінің жаңағы реземестігін барады да өндірушіге артады барып. Вот сіздер дұрыс істемедіңіздер, мынандай деп. Ол өндірушіден емес қателік бұл жерде. Мына бизнес саласындағы сауда өнеркәсібі соларда сақтай білу керек температуралық, ылғалдылық режимді. Бізге ең қажетті нәрсе сол. Мынандай температура, мынандай ылғалдылық болу керек. Сонда өзі балғын күйінде сақталынады барлық тағамдар. Бізде мынау білімді жетілдіру институты сол бар жаңағы. Соған біз шақырамыз. Бизнес саласында, өнеркәсіпте де бәрін шақырамыз. Бизнес саласындағыларға оны да түсіндіріп айтамыз жаңағы. Сіздер заводтардан, өндірістен алған тағамдарыңды сақтай біліңіздер, дұрыс сақтай біліңіздер. Ұсыныстарымыз бар. Оның бәрін реттеп отыратын енді ғылым ғой енді. Ғылымсыз ештеңе болмайды. Мен осы 24 жылдан бастап қатысып келе жатырмын Форсайтта эксперт болып. Бұл өте жақсы бағдарлама бұл. Осыны көбірек әлде де жетілдіруіміз керек, көбейтуіміз керек. Бұл негізгі біздің мақсатымыз Форсайттың. Қазіргі ет болсын, сүт болсын, тағы да басқа нан өнімдері болсын, сол өнімдердің барлық қандай жаңағы шешілмей жатқан бір нүктелері болады ғой. Сол шешілмейтін нүктелерді қалай шешуімізге болады. Орысшалап айтқанда айтады ғой, узкие места дейді, решить узкие места. Сол үшін бұл ұлттық ғылым академиясының бастамасын өте қолдаймын, өте дұрыс бұл бағдарлама. Осы бағдарламаны әрі қарата дамыту керек.